Балалар, бүгінгі ашық іс-әрекетіміздің тақырыбы мамандықтар. Балалар, қараңдаршы, мына суретте кімдер бейнеленген? Мамандықтар. Дұрыс айтасыңдар, бұл суретте мамандықтар бейнеленген. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Сәлеметсің бе, Риза Ситалағызы? Сәлеметсіз бе, Дана Ділбекқызы? Риза Ситалағызы, бүгін сіздің көңіл күйіңіз жоқ сияқты. Иә, бүгін көңіл күйім болмай тұр. Себебі осы тақырыпқа байланысты балаларға қызықты қандай ойын ойнататынымды білмеймін. Риза Ситалағызы, сіз мұнаймаңыз, мен сізге күшті әдемі дидактикалық перде деген ойынды ала келдім. Керемет, рахмет сізге, қуанып қалдым ғой. Ендеше осы ойынды қазір балалармен бірге ойнап көрейік. Жақсы. Қараңдаршы тақтаға, сендердің алдарында сурет тұр, иә? Балалар, қараңдаршы, бұл сурет қай мамандыққа ие? Дұрыс, тігінші. Келі Жантемір. Сұрақ белгісін тарта ой, көрейік қандай мамандық есі шығады екен. Дұрыс па, балалар? Иә, дұрыс, тігінші, иә? Риза Ситалағызы, енді қалған ойынды сіз өзіңіз ойнатып көріңіз. Жақсы, рахмет сізге көп-көп. Келесі ойынды ойнауға маған Еркемай келсін. Ал, балалар, қараңдаршы енді, суретте кім шықты? Қонысы. Еркемай кім? Қонысы. Дұрыс, жарайсың. Балалар, мына суретте не бейнеленген? Тағамдар. Дұрыс айтасыңдар, тағамдар. Ал, бұл тағамдарды қандай мамандық иесі дайындайды екен? Аспазшы. Дұрыс айтасыңдар, аспазшы, жарай. Перде ойынын кім ойнауға келеді? Келе ғой, Камила. Ал, кәнекей балалар, қараңдаршы, кім шықты? Аспазшы. Дұрыс, жарайсыңдар. Дана Әділбекқызы, сіз менің тәлімгерім болғаныңызға көп-көп рахмет. Бүгінгі перде ойыны маған қатты ұнады, балаларға да ұнады. Алдағы уақытта ашық іс-әрекетте қолданатын боламын. Риза Ситалағызы, алдағы ашық іс-әрекетке сәттілік тілеймін. Балалар, сау болыңдар. Сау болыңыз.